байланысты таңқурай, бүгін сендерге алғаш рет қара нәсілді құлдың портретке ақ нәсілділер секілді әдемілеп салынған айтып беретін боламын. Сіздер көріп тұрған бұл портрет ерекше. Портрет бақытты құл деп аталады. Суретті 1934 жылы ағылшын суретшісі Уильям Хори салған. Бұл портретті бірінші рет көргенде қарапайым туынды деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ бұл басқа ақ адамдар мен әйел адамдардың портреті арасында алғашқы суреттелген қара нәсілді адам. Портреттегі Аюба Сүлеймен Диаллоның биографиясын білген соң портретке ерекше қарайтындарыңыз анық. Сенегалдың шығысында мұсылман отбасында туып өскен Диалло кішкентайынан жоғарғы интеллектімен ерекшеленген. Барлығын тез жаттап алатын болған. 15 жасында Құран кітабын толықтай жаттап, ислам дінімен толық танысып шыққан. Бірақ оның өмірі күрт өзгеріп, құлдыққа түсіп кісенделеді. Диалло Атлант мұхиты арқылы жасалған құл тасудың құрбанына айналып, шамамен 30 жасында құрықтанып ақш-қа жіберіледі. Иелері жазалап ұрып соққанына қарамастан Диалло шариат ұстанымдарына берік болып қала береді. Ол жақын маңдағы орманға қашып кетіп, 5 уақыт намазын тастамайды. Көптеген ұрып-соғулар мен кемсітулерден соң Диалло плантациядан қашып кетуді шешеді. Түрмеде Диалло Африкадағы әкесіне хат жазады. Хат жолда Джеймс атты кісінің қолына түседі. Бұл адам Африканы баса алып, бүкіл тұрғындарын қырып, Джорджия колониясын құрған адам болатын. Хатты оқыған Джеймс Диаллоға тәнті болып, құлды босатып Ұлыбританияға жіберуді бұйырады. 1733 жылы Ұлыбританияға келген құлды жергілікті халық еркін адам ретінде қабылдайды. Ол мұнда жоғарғы санатты адамдармен араласып, жиі христиан дін қызметкерлерімен сөз талас ұйымдастырып тұрды. Қара нәсілділерді ақымақ санап, нәсілдік бөліну қызу жүріп жатқан сәтте барлық ақтар оның таланты мен біліміне таңғалатын. Диаллоның портретін Джеймс Хори салды. Бұл сурет біздің уақытымызға келіп қана танымалдылыққа ие болды. Портретте қара нәсілді адам болғаны ғана емес, ол адамдың қалай салынып, не киіп тұрғанында суретті ерекше етеді. Себебі 18 ғасырда суреттелген африкалықтар өте қорқынышты, әрі кемсітіліп салынатын. Таза расизм. Сырт келбеттері өзгертіліп, ешқашан суретте алдыңғы қатарда болмайтын. Тек жалпы фонда қорқынышты, құбыжық қылып салынатын. Ал Диаллоның портретіне келетін болсақ, ол өте керемет, әдемі, заманауи киінген африкалық мұсылман болып салынған болатын. Қоса Диалло тартымды болып көріну үшін оны арнайы вертикалды позада тұрғызып, ал түр әлпетін басқа қара нәсілділерге қарағанда ерекше етіп салынды, яғни шынайы. Алайда портреттің ең маңызды бөлігі бұл Диаллоның мойнында ілініп тұрған кітап. Бұл Диалло түрмеде жатып Құран кітабынан оқығандарын есіне түсіріп жазған 3 кітабының бірі болатын. Жалпы біз бұл портретте тек қара нәсілді құлдың бірінші рет шынайы бет-бейнесіне салынғаны ғана емес, еркін адам құлдыққа түссе де, сағы сынбай, соңына дейін барып, өз таланты мен білімнің арқасында өзінің құл қылған қоғам ортасынан ойып орын алған адамды көреміз.